Уайымдама дейді. Олардың шыққан тектері біздің шыққан тектеріміз бірдей. Яғни ол жерге барып жақсылап тұрып құдаласуға, егер сенің көңілің бар болса деді. Бар дейді. Сонымен барып Хадиша анамыз өзінің екі ағасы бар. Бағанағы кім бар жанындағы? Варақ ибн Науфал. Және өзінің тағы да көкесі бар. Ол кісінің аты Амр ибн Асад деген туысы бар. Амр ибн Асад екеуінен барып осылай Амр ибн Асад деген туысқандары Хадиша бин Хуайлид. Сол кісімен сол кісілерді барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибпен кәдімгідей құдалыққа бір-біріне жіберді. Сөйтіп екі жаққа да құдаласып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бағанағы кім айтады? Амр ибн Асад. Сендердің шыққан тектерің жақсы, біздің де шыққан тектеріміз жақсы. Хадишаның да өзінің көңілі бар. Сондықтан біз өзіміздің келісімімізді беріп тұрмыз дейді. Сөйтіп келісімдерін береді. Түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан махр жайында сұрайды ғой. Махр жайында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолымдағы барымды беремін дейді. Сол кездегі бір деректер бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махр ретінде 400 дирхам дейді. Бір деректер бойынша 20 түйе атаған дейді. 20 түйе немесе 400 дирхам дейді. Енді осындай екеуінің арасындағы құдалық болып жатқан кездегі осыны естіген Хадиша анамыз сол кездегі өзінің мойнындағы, өзінің қолындағы баған бар алтындарын қол астындағы күңдеріне бәрін үлестіріп берген екен, қуанғаннан. Оны үлестіріп қана қоймай, күңдерінің бәрін азат етіп берген Хадиша анамыз. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құдалыққа өзінің Абу Талиб аға әкелерімен барып той болады. Сол тойды Абу Талиб өзінің бір түйесін сойып, сол бір заманда да 3 күн дей ма, сондай бір тойлағандай болды дейді. Әртүрлі риуаяттар бар. Сөйде Абу Талиб келген кезде былай айтады: жаратушымызға шүкіршілік, бізді Ибрахим алейхиссаламның Исмаил ұрпағынан тегінен таратты. Бізді Байтуллахтың сол қасиетті орынды қорғаушысы етті. Адамдардың қыбласы жерлерді адам тауап ететін осы қасиетті орынды барлық жамандықтан қорғаған харам шарифке бізді сыйлады. Бауырым Абдуллахты, ұлым Мұхаммедті Құрайыштардың кез келгенінен үстем келетін білесіздер. Рас, мал мүлкі аз дейді. Онда бәріміз білесіздер дейді. Бірақ та бұл мал мүлкі деген не? Ол басты нәрсе емес қой дейді. Мал мүлік деген не? Ол көлеңке сияқты. Бүгін бір адамнан екінші адамға өтетін нәрсе ғой дейді. А бұл адамның бойындағы ешкімге жетпейтін жігіттерде бір қасиеті бар. Немеренің беделі үстемдігі бәріңізге мәлім. Енді Хадиша бинт Хуайлидті қалыңдыққа сұрап отыр. Қанша махр сұрайсыз деген кезде Мұхаммедтің мәртебесі жоғары деп. Варақ ибн Науфал бұл сөздер естиді де: Хабиби, Хадишаның көкесі Амр ибн Асад, куә болыңдар, Хадиша бинт Хуайлидті Мұхаммед алейхиссаламның қалыңдыққа бердім дейді. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нақты өзінің қолындағы 400 дирхам дейді, немесе бағана 20 түйесін сол кезде берген еді. Осы жердегі өте көп мәселелер бар. Әрбір амал ниетке байланысты. Бірде бір қандай бір шешімге қабылданып бір тойға адам бала бел буды ма, бір әйелді қызды әйелдікке алам деп шешті ма, сол кездегі бағана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша сол әйелге сен барыңды көрсетсең, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі сол уақытқа дейін 25 жасына дейін жиған бар тиғаны 20 түйе бар жинаған. Бата Хадишаға алып келген кезде осының бәрін сен үшін беремін. Яғни бүкіл дүнием, бүкіл нәрсем жинағам Хадиша сен үшін деп тұр ғой. Бұл анда айтқан нәрсеміз қалай? Инфақ сияқты ғой. Сен қаншалықты шынайы бір іске берілетін болсаң, ол істен сен сондай нәтижені күтесің де. Ал біз үйленбей жатып, уже қызға бергіміз келмей, барып есептеген сияқты, оның кейін бәрібір есеп болып кетеді ана жерде.
Әйел адамға сен берген мәселеңдегі ақшаңды емес, миллион беріп жатсың ба? Ол жерде сен жүрегіңді, ниетің. Сен мен үшін главныйсың, керек болса бәрін беруге дайын, бірақ қолымда жоқ, барым осы деген сияқты. Енді бірнеше күн тойлары болады. Сөйтіп тойлар болғаннан кейін осының арасындағы Абу Талиб уайымдайды ғой. Анау байдың үйінде менің інім болса кішкене жағдайы төмендеу. Ана жаққа барып күшік күйеу болып кетпеді ме екен? Бай әйелдің қойнына кіріп кетті деген әңгімелер бар ма екен? Менің анай барып күйеуім енді інімнің баласы бүйтіп жасып жүр ме екен? Деп арнайы ақырындап бір құлды жібереді ғой үйлеріне барып көрші. Інім қалай өмір сүріп жатыр екен деп. Сөйде құл келеді дейді. Енді өзінің жағынан келіп отқан құл ғой. Есікті тоқылдатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші жүгіріп келіп есікті ашып қалған кезде қуанып кетеді. Енді өзінің жағынан бір туысы келіп отыр ғой. Құл болса да. Оны күтіп алып, десе, пайғамбарымыздың көңілі қонақта дейді. Сөйтсе Хадиша анамыз жанына жүгіріп келіп, өмірім және әке-шешем сізге садақа болсын дейді де өзінің күйеуіне. Не қалайсыз, қалай күтіп алайық дейді. Сол кезде ана кісі айтады да, мен таңғалғаным, келген қонағыңды бүкіл назарды біздің пайғамбарымыз, әйелінің бүкіл назары күйеуінде дейді. Күйеу айтса екеуі де сөйтіп жүгіріп жатыр дейді. Екеуі түскен кезде бір-біріне сонда үйлесімде дейді да. Осының екеуінің арасында мен бір таңғаларлық нәрселерді көрдім дейді. Мен ондай үйлесімді, ондай нәрсені біздің Меккедегі бірде-бір семьяда көрмедім дейді. Ол кездегі замандар білесіздер ғой, әйелдерді бір құтты бір құл сияқты бір дүниеге сата беретін, бір-бірімен ауыстыра беретін, әйелдердің ешқандай правасы жоқ заман болатын. Бұл жердегі бір адаммен екі әйел мен күйеуінің арасындағы сүйіспеншілікті айтқан кезде, ана кісі Абу Талибке жеткізгенде, Абу Талиб айтады, сол кезде ғана барып жүрегім орныма түсті дейді. Сол кезде Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға былай айтады. Бұлардың пайғамбарымыз Хадиша бүкіл дүние мүлкін, осы уақытқа дейін жинаған байлығым, ақшам, барлығы сіздікі, мырзам дейді. Пайғамбарымызға бүкіл дүниесін беріп жатыр үйленген кезде. Бұлардың барлығы сіздікі, сізге ғана лайық, ал мен сізге мұқтажбын және қарыздармын дейді. Бағанағы айтып отқан нәрсеміз, бір нәрсеге шынайы берілетін болсаң, әйелің саған соны 200 есе қайтарып жатыр ғой. Егер сен ол үшін бағанағындай басында 100% берілген болсаң, ол да саған бүкіл дүнием, атақ, абыройым, бүкірсіздікі, мен сізге мұқтажмын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Қалың мал, махр дегенді қыспай аямай берем деп тұрсыз ғой примерно. Өз сізге поздно үйленіп аларсыз сіз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленген кезде бұл отау қай уақытқа дейін созылады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 15 жыл пайғамбарлыққа дейін және кейін тағы пайғамбарлықтан кейін 10 жыл бүлдіргеннен кейін тағы болады. Пайғамбарлық бүлдіргеннен кейін, яғни 25 жыл пайғамбарымыз осы Хадиша бин Хуайлидпен бірге болады. Енді Хадиша деген анамыздың араб тіліндегі аудармасындағы ең алғаш деген сөз екен. Хадиша деген сөз не екен? Ең алғаш деген сөз екен. Яғни осындай мағынаға сай келеді. Сол кездегі бұл ең алғаш деген көп неге айтып тұрмыз ғой. Пайғамбарымыздың шешесінің аты Амина еді. Аллахқа жақын қыз. Пайғамбарымыздың әкесі Абдуллах, Алланың құлы болады. Пайғамбарымыздың аты Мұхаммед, ең мақтаулы. Енді бірінші әйелінің аты Хадиша, ең алғаш. Неге алғаш? Алғаш бүкіл нәрсеге куә болған. Алғаш бағанағы пайғамбарымызға келетін уақиғаларға куә болған. Алғаш ислам келген кезде пайғамбарымыз бірінші уақиды әйеліне айтқан. Алғаш исламды қабылдаған адам. Алғаш намаз оқыған адам. Алғаш пайғамбарымызға сенген адам. Алғаш ол кісіні қорғаған адам. Алғаш бүкіл дүниесін сол кісіге арнаған адам. Алғаш дегендердің бәрі алғаш баласын содан сүйген адам.
алғаш ең жақындарының қайтыс болған адам. Қандай болмасын, алғаш деген сөздің бәрінде Алла субхана тағала өзінің сондай миссиясын дайындап қойған әйел ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейіннен осы әйелінен 6 бала сүйеді. 6 бала, 2 ұл, 4 қыз сүйген еді. 2 ұл, 4 қыз, осы бір әйелден. Осы кезде бірінші баласының аты кім еді? Қасым еді. Екеуі үйленеді, 1-2 жылда, 1 жылда бала туады, Қасым. Сөйтіп жүріп, Қасым 2 жасқа желмей жатып, дүниеден озады. Пайғамбарымыздың көңілі жоқ, үйдегі кісілердің бәрінің көңілі жоқ, настроениесі жоқ. Сол кездегі Хадиша анамыз сондай өзінің күйеуін жақсы көреді. Сол кезде бағанағы өзінің подружкасы бар еді ғой. Аты кім? Нафиса? Муния. Нафиса бинти Мунияға барып өзінің көңілдегісін бәрін айтады ғой. Менің күйеуім басқаларға 1 жылдай болды, көңілі жабырқаған, енді бала болмай қалды. Сол кездегі елдерде әңгіме қалады ғой енді. Ұл бала болып, сен бала ұрпақ жоқ деген сияқты бір нәрсе сөз тиеді.